Құрметті әріптестер, бүгін сіздермен PDF форматына Word документті қалай ауыстырамыз, сол туралы айтатын боламын. Ол үшін кез келген Word түріндегі мәтініңізді аласыз. Мүмкін сіз жинағыңыз болуы мүмкін қысқа мерзімді жоспарыңыз болуы мүмкін. Мен мысалы мынау эссемді алайын. Міне, мен Word документімді аштым, мұнда эссе жазылған. Осыны мен қазір PDF форматына ауыстырамын. Ол үшін файл деген жоғары жағында басамыз. Сол жерде сохранить как деген жазу бар, міне сол жақта. Сохранить какты басқан кезде қай папкаға сақтауыңыз керек, соны анықтап аласыз. Қазіргі PDF документіңіз сол папкаға түседі. Мен мысалы AAA деген папкамды таңдап алайын. Осын таңдағаннан кейін осындай терезе ашылады. Имя файла деген жерде өзгеріссіз қалдырамыз, өзгертсеңіз де болады. Ал астындағы тип файла деген жерден PDF деген сөзді таңдап аламыз. Сохранить. Сол кезде мінекей менің документім PDF түрінде сақталды. Міне ешқандай өзгерте алмайсыз. Міне PDF форматында сақталып тұрады. Мінекей өз папкамызды ашамыз. Осы жерде Word форматында да, PDF форматында да документіміз сақталып тұр. Құрметті мұғалімдер, бұл ақпаратта сіздерге пайдалы болды деп ойлаймын. Сұрақтарыңыз болса комментарий бөлімінде қалдырып, таныс әріптестеріңізбен осы видеоның сілтемесін жіберіп бөлісе отырыңыз. Каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыз. Сіздерге алғысым шексіз.